Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі өтетін тақырыбымыз бірінші тарау көне күндерден жеткен жәдігерлер. Сабақтың тақырыбы күлтегін жыры. Оқу мақсаты әдеби шығармадағы тұлғалық болмысты гуманистік тұрғыдан талдау. Бүгінгі сабақтың нәтижесінде күлтегін жырының мазмұнымен танысады, ескерткіштегі тұлғалық болмысты гуманистік тұрғыдан талдайды. Кітаптарында 25-ші бет күлтегін жазуы. Күлтегін жазуы ежелгі түркі жазба ескерткіштері. Күлтегін ескерткіші туралы алғашқы мәліметтер 19 ғасырдағы батыс зерттеушілерінің еңбектерінде жариялана бастады. 1893 жылы 25 қарашада Дания ғылым академиясының мәжілісінде Вильгельм Томсон архон жазба жәдігерлерін оқытудың кілтін тапқанын, оның көне түркі тілінде жазылғанын, алдымен оқыған сөздері тәңірі және түркі деген сөздер екенін жариялады. Күлтегін қабіріне қойылған екі ескерткіштің бірі ғылымда кіші жазу, ал екіншісі үлкен жазу деп аталады. Әрбір топтамасы тағанның өз қалқын айтқан үндеуі, мазмұн жағынан бір хикая. Ежелгі түркі поэзиясына тән дәстүр бойынша, осындай әрбір топтаманың өзі міндетті түрде мынандай 3 бөліктен тұратын болған. Бірінші оқиғаның басталуы, екінші оқиға желісінің біртіндеп ұлғая түсуі, үшінші осы топтамада айтылуға тиісті ой пікірдің түйіні. Жырдың авторы Күлтегін мінген аттың сипатын, автор ат әбзелдерінің әдемілігін, батыр қаруының сұсты көрінетіндігін ұтымды теңеулер авторы көрсете білген. Жырда Күлтегін түркі елінің төрт бұрышындағы барлық жауды жеңіп, елде тыныштық, бейбіт өмір орнатады. Ақын Күлтегіннің ерлігі туралы бастыны еңкейтті, тізеліні бөктірді дейді. Күлтегін жырының басты идеясы түркі халқын ауызбіршілікке, сыртқы жауға қарсы ұйымдасқан күреске, ежелгі ата-баба жолы мен салт дәстүрді берік ұстауға үндейді. Жыр соңында Күлтегін батыр қайтыс болғанда бүкіл түркі халқы қатты қайғырып, аза тұтқаны, оны жоқтап, жерлеу салтанатына әлемнің төрт бұрышынан көптеген атақты адамдар, елшілер, батырлар, бектер, тас қашайтын шеберлер келген айтылады. Киелі құлпытаста төрт бұрыштағы халықты көп алған, бәрін бейбіт еткен, бастыны еңкейткен, тізеліні бүктірген, біле қағандар екен, алып қағандар екен деп келетін жыр жолдары әлемді аузына қаратқан алып мемлекетті елестетеді. Күлтегін мен Тоныкөк жырлары өзінен кейінгі кезеңде қазақ әдебиетінде туындаған батырлық жырлардың қалыптасуына әсер етті. Кітаптарында балалар осы Күлтегін жырына байланысты қарапайымнан күрделіге қарай бірнеше тапсырмалардың түрлері берілген. Ол тапсырмамен жұмыс жасаңдар балалар, өйткені бұл тапсырмалармен жұмыс жасаған сайын сендердің білімдерің беки түседі. Күлтегін жырындағы кейіпкерлерді тұлғалық болмысын гуманистік тұрғыдан талдасақ, жырдың авторы Күлтегін мінген аттың сипатын, ат әбзелдерінің әдемілігін, батыр қаруының сұсты көрінетін ұтымды теңеу арқылы көрсете білген. Яғни ат әбзелдерінің әдемі көрінетін, қарудың сұсты көрінетін суреттеудің өзі автордың гуманистік көзқарасын білдіреді. Киелі құлпытаста төрт бұрыштағы халықты көп алған, бәрін бейбіт еткен, бастыны еңкейткен, тізеліні бүктірген, біле қағандар екен, алып қағандар екен деген жырда төрт бұрышқа, дүниеге бейбіт өмір сыйлаған, біле қаған, алып қағандарды ұрпаққа үлгі етеді. Адамға жақсылық жасау, бейбіт өмір сыйлау адамзаттың басты парызы.
бұл қасиет бәріміздің де бойымызда болуы тиіс. Енді кері байланыстың тапсырмасы, онда Орхон ескерткіштерін қазақтың эпостық жырларымен салыстырыңдар. Яғни Алпамыс батыр жыры, Қобыланды батыр жыры, осымен Күлтегін жырын салыстырыңдар. Осы жырлардың ұқсастығы қандай, айырмашылығы қандай? Міне осы бағытта сендер кері байланыстың тапсырмасын орындайсыңдар. Енді кері байланыстың тапсырмасын орындағаннан кейін күнделік кезетке жүктейсіңдер. Кейбір жағдайда күнделік кезетке жүктей алмаған кезде онда өзімнің электрондық почтамды жазып қойдым және телеграмдағы номерімді жазып қойдым. Міне телеграмдағы номеріме жіберулеріңе болады. Егер күнделік кезетке жүктей алмаған жағдайда. Әйтпесе тапсырманы кері байланыстың тапсырмасын күнделік кезетке жүктейсіңдер. Кері байланыстың тапсырмасы балалар, Орхон ескерткіштерін қазақтың эпостық жырларымен салыстырыңдар. Яғни кесте сызасыңдар. Бұл кестеде Алпамыс батыр жыры, Қобыланды батыр жыры, Күлтегін жыры, осы жырлардың ұқсастығын жазып аласыңдар. Одан кейін әр жырдың өзінің айырмашылықтарын жазасыңдар. Сабақ аяқталды балалар. Сау саламатта болыңдар.